термин жасам қағидаттарына тоқталайын. Бірінші, қазақ тілінің төл сөздерінен іздеу қажет. Екінші, табылмай жатса, туыстас тілдерден алу. Үшінші, тіпті болмаған жағдайда шетел сөздері алынады, бірақ қазақ тілінің табиғатына сәйкес өзгертіледі. Соның өзінде жаңа сөз табылып жатса, қатарластыра ұсыну қажет. Бұны бір пуризм деп теріс бағытта емес, жағымды жағынан, яғни тіліміздің дамуына қамқорлық, тіл байлығын сарқа пайдалануға ұмтылыс деп қарағанымыз дұрыс. Тілдік вандализмге жол беруге болмайды. Баклажанды жер татак, бананды аспан татак, сары қисық деп әлде біреулер тілімізді мазақ қылғысы келген сияқты. Баклажанды баялды деп те жатады, уақыт өте келе баялды да орнығуы мүмкін ғой, құлағымыз үйреніп. Бананды банан дей беріңіздер. Банан бізде өспейді де ғой. Дұрыс қазақша баламасы орнықпай жатса, ол да заңдылық. Балконға қылдима емес, балкон қала берсін. Енді сәтті баламалары айналымға түсіп жатса, оны да көрер.